Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен асқабақтан жасалатын кешкі асқа орама тағамының видеосымен бөлісетін боламын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Балаларға да, үлкендерге де барлығына ұнайды, өте тойымды тағам. Жасап көріңіздер. Ең алдымен 4 ожау суымызды өлшеп құйып аламыз. Бұл 4 ожаудан үлкен манты пісіретін ыдыстан 4 жуала қамыр шығады. Суымызға тұзды салып, тұзымызды ертіп, тұздың дәмін келтіріп аламыз. Үстіне жұмыртқаны жарып, араластырып, ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды бірден көп салып жіберсеңіздер, қамырларыңыз қатты болып, жаю қиын болып қалады. Осылай аздан салып, араластырып, жұмсақ қамыр илеуге болады. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді арасына асқабақ, азғантай капуста, пияз, сәбіз, картошка, 1 штук болгарский чеснок қосуға болады. Барлығын 4 бұрыштылап турап, тұз сеуіп, кішкене қара бұрыш және 2 ас қасықтай сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды 4 жуалаға бөліп, жақсылап илеп, барлығын қайтадан жауып қоямыз. Осылай ұн сеуіп қойсаңыздар, бір-біріне жабыспай тұрады. Жауып, бір қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Өте жұқа етіп жайып болған соң, барлық жеріне тегістеп сұйық майды қатты көп құймай жағамыз. Толық барлық жеріне сұйық майымызды жағып шығамыз. Жағып болған соң, үстіне туралған асқабағымызды осылай жайып салып, видеода көрсетілгендей ораймыз. Орағанымызды мантының бір листіне салып, мантының листін жақсылап майлап аламыз, асты жабысып қалмау үшін сұйық маймен. Және ораған қамырымызды осылай видеодағыдай саламыз. Бетін сұйық маймен майлап аламыз. Осылай 4 листіге толтырып, 45 минут пісіреміз. Міне осымен орама тамағымыз дайын. Осындай болып шығады. Асқабақтан өте дәмді болады, әрі тойымды болады. Жасап көріңіздер, ұнап жатса, комментарийда бөлісуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.